Баршаңызға қайырлы күн. Біз бұл сабағымызда түбірде алгебралық түрде берілген комплекс санды сол алгебралық түрде шығару тәсілдерін қарастыратын боламыз. Негізінен екі тәсілі бар. Бұл осы көрсетілген формула бойынша және де аналитикалық тәсілі. Оны келесі бөлімде көрсететін боламын. Бұл бөлімде қазір бірінші кезекте осы екі формулаға мысал есептер қарастырамыз. Сосын осы екі формуланы қорытып шығарамыз. Ендеше мысал есептерімізді қарастырайық. Бірінші мысал. Түбірасында 1 қосылған түбірасында 15 и деген алгебралық түрдегі комплекс сан берілсін. Және де екінші мысал. Осы комплекс санның таңбасын өзгертейік. -1 плюс түбірасында 15 и болсын. Үшінші мысал. Түбірасында 1 минус 15 и болсын. Төртінші мысал бізде -1 минус түбірасында 15 и болсын. Яғни осы төрт мысал бізде осы екі формуланы толықтай ашып бере алады. Енді осы формуланың қайсысы екендігін анықтау үшін біз бірінші кезекте есептен, яғни жаңа комплекс саннан нақты және жорамал бөліктерін ажыратып алуымыз керекпіз. Бірінші мысалда нақты бөлігі 1 болып тұр, ал жорамал бөлігі түбірасында 15 болып тұр. Яғни ол бірінші формулаға сәйкес келеді екен. Яғни b дегеніміз 0-ден үлкен оң сан. Ендеше бұл есепті шығаратын болсақ, түбірасында 1 қосылған түбірасында 15 и тең болады. Бізде формула бойынша шығаратын болсақ, плюс минус жақшаның ішінде және түбірасында бөлімінде 2, алымында а қосылған дейді. Бізде а-ның орнында 1 тұр, яғни 1 қосылған түбірасында а-ның квадраты қосылған b-ның квадраты. Ол бізде 1-дің квадраты қосылған түбірасында 15-дің квадраты. Қосылған и түбірасында сәйкесінше бөлімде 2, алымында минус а дейді. Ол бізде минус 1 болады. Қосылған түбірасында 1-дің квадраты, қосылған түбірасында 15-дің квадраты. Жақша жабылады, тең болады. Плюс минус жақша түбірасында және де бөлімінде 2, алымына қарайтын болсақ, бізде түбірасында 1-дің квадраты 1-ді береді, түбірасында 15-дің квадраты ол 15-ді береді. Ендеше түбірасында 16. 16-тан 4 шығады, сонда 1 қосылған 4 ол 5-ті береді. Сонда түбірасында 2-ден 5 екен. Қосылған и түбірасында 2-ден 3. Мінекей біз бар болғаны осы бірінші формуланы қолданып түбірасындағы комплекс санды шығара алдық. Енді екінші мысалға тоқталайық. Екінші мысалда бізде нақты бөлігі -1-ге тең болып тұр, жорамал бөлігі түбірасында 15-ге тең болып тұр. Яғни тағы да біз бірінші формуланы қолданамыз. Өйткені жорамал бөлігі бізде 0-ден үлкен сан. Ендеше түбірасында -1 қосылған түбірасында 15 и тең болады. Плюс минус жақшаның ішінде түбірасты алымын біз бөлімін білеміз. 2 екендігін алымында а-ның өзі бірінші кезекте бізде а деп отырғанымыз -1 болды. Яғни -1 қосылған түбірасында а-ның квадраты бізде -1-дің квадраты 1-ді береді. Қосылған түбірасында 15-дің квадраты ол 15-ті береді. Қосылған и түбірасында бөлімінде 2, алымында бұл жерде бізде минус а болу керек.
сәйкесінше A'мыз бізде минус 1 болғандықтан бұл жерде 1 болады. Қосылған түбір астында 1 қосылған 15-ке. Түбір жабылады. Жақшаны жабайық. Тең болады плюс минус. Жақшаның ішінде түбірде бөлімінде 2. Алымында бізде түбірден 16 шығады. 16-дан 4. 4-тен 1 тазайсақ, ол 3 болады. Яғни түбір астында 2-ден 3 қосылған и түбір астында бөлімінде 2. Алымында бізде 5 болады. Яғни бізде осындай 2 түбір шығып отыр. Енді үшінші мысал. Үшінші мысалда бізде А деп отырған нақты бөлігіміз ол 1-ге тең екен. Ал Б деп отырған жорамал бөлігіміз ол минус түбір астында 15-ке тең екен. Енді біз білеміз, жорамал бөлігі кіші болғанда 0-ден біз екінші формуланы қолданамыз. Яғни мынау формуланы. Бұл формуланың бірінші формуладан айырмашылығы тек жорамал бөлігінің алдында теріс, яғни минус таңбасы ғана бар. Ендеше есебімізді шығарайық. Түбір астында 1 минус түбір асты 15 иіміз тең болады плюс минус жақшаның ішінде түбір асты бөлімінде сәйкесінше 2, алымында А, яғни ол дегеніміз 1 қосылған түбір астында екеуінің квадраттарының қосындысы, яғни 1 қосылған 15. Енді кезекте бізде формула бойынша бұл жерде минус болу керек, және де и түбір астында бөлімі бізде 2, ал алымында бізде мынау жерде минус 1 болады, қосылған түбір астында 1 қосылған 15. Жақша жабылады, тең болады бұл жерден плюс минус жақшаның ішінде түбір астында бөлімінде 2, ал алымында бізде түбір астынан 4 болып шығады. 4-ке 1-ді қоссақ, ол 5 болады. Яғни түбір астында 2-ден 5 минус и түбір астында 2, бұл жерден 4 болып шығады. Түбір астынан 4-тен 1-ді азайсақ, ол 3 болады екен. Яғни түбір астында 2-ден 3-ке. Неке бұл бізде екінші формула арқылы табылған түбірлер. Енді екінші формулаға тағы бір мысал, төртінші мысалды қарастырайық. Яғни бізде нақты бөлігіде, жорамал бөлігіде теріс сандар болып тұр. Яғни А деп отырғанымыз минус 1-ге, Б деп отырғанымыз минус түбір астында 15-ке тең болып тұр. Ендеше бізде минус 1, минус түбір астында 15, и енді осыны формула бойынша шығаратын болсақ, плюс минус жақшаның ішінде түбір асты бөлімінде 2, алымында аның орнына минус 1-ді қойсақ, ол минус 1 плюс түбір астында екеуінің квадраттарының қосындысы 1 қосылған 15 түбір жабылады. Формула бойынша бізде минус болады, және де и түбір астында бөлімде 2, алымында бұл жерде бізде минус А болу керек. А дегеніміз бізде минус 1 болып тұр, сол себепті бұл жерде плюс 1 болады, қосылған түбір астында 1 қосылған 15-ке. Жақша жабылады, тең болады, плюс минус жақшаның ішінде түбір астында 2, бұл жерден бізде түбір астынан 4 болып шығады, 4-тен 1-ді азайсақ, ол 3 болады, яғни 2-ден 3 түбір астында минус и түбір астында бізде 2-ден 5 болады. Мінекей, біз осы 4 мысалды қарастыру арқылы бұл екі формуланы толықтай аша алдық.
Яғни бұл екі формуланың басты айырмашылығы осы жорамал бөліктерінің таңбасында ғана екен. Егер де минус болатын болса, b деп отырғанымыз онда екінші формуламен шығарамыз, ал b деп отырғанымыз оң сан болса бірінші формуламен шығарады екенбіз. Енді келесі кезекте біз осы екі формуланы дәлелдеп көрсетейік, яғни бұл екі формула қайдан пайда болғандығын. Бізде түбір астында жаңағы а қосылған b i деген алгебралық түрде комплекс сан берілсін. Және бізде бұл түбір астындағы комплекс сан болғандықтан оны квадраттасақ та, түбірден алсақ та, қандай амал қолдансақ та, одан бізде комплекс сан шығатындығы белгілі. Ендеше бұл шығатын комплекс санды x қосылған y i деп белгілейік. Енді біз мынандай теңдеуді шығаруды білеміз, екі жағында квадраттау арқылы. Екі жағында квадраттайтын болсақ, бізде a қосылған b i қалады тең x квадрат. Бұл жерден i-дің квадраты минусты береді, минус y квадрат болады, қосылған 2x y i болады. Енді біз байқап тұрсақ, екі теңдікте де комплекс сан, екі комплекс санның нақты бөлігі мен нақты бөлігін, және де жорамал бөлігі мен жорамал бөліктерін теңестірейік. Ендеше бізде x-тің квадраты минус y-тің квадраты тең болады екен a-ға 2 еселенген x y тең болады екен b-ға. Енді бұл жүйені шығаратын болсақ, бұл жерден x тауып алатын болсақ, x тең болады b бөлінген 2 y-ге. Енді осы x-ті бірінші теңдеуге алып келіп қоятын болсақ, b-ның квадраты бөлінген 4 y-тің квадраты азайтылған y-тің квадраты тең болады a-ға. Енді теңдікті біз көбейтіп жіберейік 4 y-тің квадратына. Өйткені бұл жерде бөлімде 4 y квадрат тұр, содан құтылу үшін. Көбейтсек бізде b-ның квадраты азайтылған 4 y-тің 4 дәрежесі тең болады 4ay квадрат болады екен. Енді теңдіктің бір жағына жинайтын болсақ, 4 y-тің 4 дәрежесі қосылған 4ay квадрат минус b квадрат тең 0 болады. Неке бізде осындай b квадрат теңдеуі шығып тұр, ендеше бұл жерден айнымалыны алмастырайық. y-тің квадратын тең деп алайық t-ға. Ендеше бұл жерде 4t-ның квадраты қосылған 4at минус b квадрат тең 0 деген осындай квадрат теңдеу шығады. Бұл квадратты дискриминант арқылы табатын болсақ, b квадрат минус 4ac екендігі белгілі. Енді бұл жерде бізде a деп отырғанымыз 4-ке тең, b деп отырғанымыз 4a-ға тең, c деп отырғанымыз ол минус b квадратқа тең. Ендеше формула бойынша шығаратын болсақ, b квадратымыз бізде 16a квадрат болады. Минус 4 көбейтілген 4 және де көбейтілген c, яғни минус b квадрат. Ол тең болады 16a-ның квадраты минус b-ның квадраты, бізде бұл жерде плюс болады, яғни 16b-ның квадраты болады. Тең. Бұл жерден 16-ның жақ жақ сыртына шығарып жіберетін болсақ, 16a квадрат қосылған b квадрат болады. Енді бұл жерден түбірлерін табатын болсақ, t1 және де t2 тең болады минус b плюс минус түбір астында дискриминант және де бөлінген 2a-ға. Енді сәйкесінше осы бойынша табатын болсақ, минус b деп отырғанымыз бізде жаңағы минус 4a болады, плюс минус түбір астында дискриминант дегеніміз ол түбір астында 16
а квадрат қосылған б квадрат болады. Бөлімде 2 көбейтілген а, яғни 2 еселенген а, ол бізде а деп отырғанымыз 4, яғни 8 болады. Тең болады. Минус 4а плюс минус 16-тан 4 шығады, сонда 4 түбірасында а-ның квадраты қосылған б-ның квадраты шығады. Бөлінген 8. Енді бұл жерден 4-ті жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ, 8 бен 4 қысқарады. Сәйкесінше алымында минус а плюс минус түбірасында а-ның квадраты қосылған б-ның квадраты қалады. Ал бөлімде бізде 2 қалады. Неке біз 2 түбірін таптық. 2 түбірін таптық, бірақ бұл 2 түбірде бізде y бола алмайды. Яғни y квадрат тең болады t1 және t2 деп жаза алмаймыз. Себебі бұл жерде біз қарастырып жатырмыз нақты сандар жиынында. Яғни жаңағы комплекс санның нақты және жорамал бөліктерін қарастырғандықтан, ол екеуі де коэффициенттері бізде нақты сандардан тұрғандықтан, бұл жерде нақты санның квадраты теріс сан шықпау керек. Ал мынау 2t-да, ал бұл жерде t1 мен t2-нің біреуі бізде теріс сан болып тұр. Оны анықтау үшін мына қасиетке сүйенеміз. Бізде түбірасында а-ның квадраты қосылған b-ның квадраты, ол әр қашанда үлкен болады модуль а-дан. Енді осы қасиет бойынша қарайтын болсақ, бұл жерде бізде минус а және де минус түбірасында а квадрат плюс б квадрат теріс сан шығатындығын байқаймыз. Өйткені кішкене саннан және одан үлкен санды азайтамыз. Сол кезде одан теріс сан шығады, теріс санды оң санға бөлсек, ол теріс сан шығады. Ендеше бізде y квадрат теріс сан шықпайды. Яғни минус болмайды деген сөз. Ендеше бізде y квадрат тең екен минус а плюс түбірасында а квадрат қосылған b квадратқа бөлінген 2-ге. Енді бұл жерден y табатын болсақ, плюс минус түбірасында минус а плюс түбірасында а-ның квадраты плюс b-ның квадраты бөлінген 2. Неке бізде осындай 2 түбір табылады. Бұл біздің тапқан y-гіміз, яғни жорамал бөлігіміз. Қазір біз осы арқылы нақты бөлігін табуымыз керек. Бізде бірінші теңдеуді білетінбіз x-тің квадраты минус y-тің квадраты тең а-ға екендігін. Ендеше x квадрат минус y квадрат тең а болатын болса, сәйкесінше y-ті орнына қоятын болсақ, x квадрат минус, бұл жерде плюс минус түбірасында минус а плюс түбірасында а квадрат қосылған b квадрат бөлінген 2 және де осының квадраты тең болады а-ға. Енді квадраттайтын болсақ, x-тің квадраты минус бөлімде 2, алымда минус а қосылған түбірасында а квадрат қосылған b квадрат түбір жабылады, тең а деген теңдеу шығады. Енді бұл жерден біз x-ті тауып алатын болсақ, x квадрат тең болады а қосылған жаңағы минус а қосылған түбірасында а квадрат қосылу b квадрат бөлінген 2-ге. Енді бұл жерден біз ортақ бөлім 2 екендігін білеміз. Ендеше x квадрат тең болады бөлімде 2, алымда 2а-дан а-ны азайтатын болсақ, а қалады. Сонда а қосылған түбірасында
a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты деген түбір шығады екен. Енді бұл жерден x-ті толықтай табатын болсақ, плюс минус түбір астында бөлімді 2, алымда a қосылған түбір астында a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты болады екен. Мінекей біз жаңа комплекс санымыздың нақты бөлігінде, жорамал бөлігінде таптық. Енді соны жазатын болсақ, яғни бастапқыда біз алдық a қосылған b i деп алдық, оны тең x қосылған y i деп алдық. Ендеше x қосылған i дегенімізді біз z деп алатын болсақ, ендеше бізде z тең болып тұр плюс минус x-ке және де плюс минус y i-ге тең болып тұр. Енді біз бұл жерден 4 түбір ала алсақ болады. Яғни плюс минус, минус плюс, плюс плюс немесе минус минус деп 4 түбір алсақ болады. Бірақ та біз осы жерден жаңағы бастапқы көрсеткеніміз бойынша, яғни мынау жер бойынша 2 еселенген x, y тең болады b теңдігіне сәйкес, бұл жерде біз жорамал бөлігінің коэффициент, яғни таңбасы бізде жаңағы шығатын комплекс санымыздың жорамал және нақты бөліктерінің көбейтіндісінің таңбасымен сәйкесінше бірдей болу керек. Яғни бұл жерде b-ның алдында плюс болса, екеуінің көбейтіндісінің алдында плюс болу керек. B-ның алдында минус болса, екеуінің көбейтіндісінің алдында минус болу керек. Ендеше біз бұл жерден екі жағдай қарастырамыз. Ол бірінші жағдай b нөлден үлкен болғанда деген жағдай. Нөлден үлкен болған жағдайда біз плюс деген қарастырамыз, немесе минус деген мәндерін аламыз. Ал b нөлден кіші болғанда, онда біз плюс минус немесе минус плюс деген мәндерін аламыз. Мінекей, жаңағы біздің бастапқы екі формуламыз осы жерден шығады екен.